Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөліспекпін. Бизнестің ең көп кездесетін түрлерінің бірі ол сауда. Біреуден алып, екінші бір адамға, екінші бір жаққа апарып, қымбат бағада сату арқылы кіші бизнестен үлкен бизнеске дейін жасауға болады. Саудада ескерілетін жайттың бірі саудадан түсетін пайда. Яғни сіздің табысыңыз әр тауардан түсетін пайдаға көбейтеміз сатылым. Сонда ғана сіздің табысыңыз шығады. Яғни сіз бір тауарды 3000 теңгеге алып, басқа бір жерге 4000 теңгеге сатып, арада 1000 теңге пайда қалды. Ары қарай сіздің сатылымыңызға байланысты табысыңыз да шығады. Бірақ баға айырмашылығы деген бар. Егер сіз 3000 теңгенің үстіне өз пайдаңызды көбірек қосатын болсаңыз, әрине бұл сатылымды төмен түсіреді. Сатылым төмен түссе, яғни сіздің табысыңыз азаяды. Сонымен ары қарай сіздің саудаңыз сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Сондықтан тауарды барынша, мейлінше арзан бағада алып, басқа жерге қымбат бағада сату жолын тауып керек. Өзіңіз түсініп отырған боларсыз. Қазіргі уақытта Қытайдан тауар алдырып, Қазақстанда 2-3 есе қымбат бағада сатып, өз бизнесін бастап, өз табысын еселеп атқандар бар. Менің де қаншама студенттерім бар. Өздері тіл білмесе де тәуекел етіп алдында бастады. Қазіргі уақытта Құдайға шүкір, өз табыстарын еселеп, өз бизнестерін бастап кетті. Ал бұны сол Қытайдан тауар алдырып көргендер, алдырып жүргендер ғана баға айырмашылығын біледі, көреді. Ал басқалар болса байқай бермейді. Саудада көбірек табыс табу үшін көбірек сата білу жеткіліксіз. Сонымен қатар барынша мейлінше арзанырақ бағада алған біз үшін өте тиімді. Ал Қытай мен Қазақстан арасындағы тауарлардың баға айырмашылығын салыстырып қарасақ өте үлкен. Мысалға, нақты цифрмен айта кетсем, Қазақстан нарығындағы 13-15 мың тұратын тауар тікелей зауытта, зауыт бағасы ол 3-4 мың теңге. Ал арада баға айырмашылығы өзіңіздеріңіз 3-4 мың теңге болады. Әрине арасында қызмет көрсету бар, валюта бар, доставкасы қосқанда ол 5-6 мың болу керек, бірақ та баға айырмашылығы ол по-любому 2-3 есе болады. Баға айырмашылығын сіздерге түсіндіріп кеттім деп ойлап отырмын. Егер де әлі де түсінбесеңіздер, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында мен арнайы сайтқа кіріп, яғни тұрмыста қолданатын тауарларды бағасын көретін боласыздар. Қытайдан тапсырыс жасау дегенде, кейбіреулердің ойына бір аса бір күрделі қиын шаруалар елестейді. Мысалға, өткенде бір жігіт маған хабарласады, бір тауарлар керек, арзан бағада тауып берсеңіз деп. Бұрын соңды Қытаймен бизнес жасап, бұрын соңды Қытайдан тауар алдырып көрмеген, вообще Қытайдың ғаламторын білмейді. Ол жігітке түсіндіріп айттым, осылай Қытайдан тікелей заказ берсеңіз болады деп. Ол жігіт маған сразу қайтарады, Қытайға бару керек, аудармашы керек, тағысын тағы. Ол Қытайдан алдыру қиындау дегендей. Одан кейін ары қарай мен түсіндірдім. Қалай Қытаймен онлайн бизнес жасауға болады, барудың қажеті жоқ. Тек қана өз облыстарыңызда тұрып, онлайн және де менімен серіктес болып жатқан клиенттердің алдырып жатқан тауарларын, озықтарын көрсетіп едім. Ары қарай сеніп, алдына бірінші рет аздап заказ берді. Ары қарай сенімді болғаннан кейін, өзіне пайда келгеннен кейін, ары қарай көптен заказ беріп, қазіргі уақытта өз табысын еселеп, өз бизнесін бастап, ары қарай жұмыс жасап кетті. Қазіргі уақытта біздің елімізге интернет жай келді, және де интернетті көбісі пайдалана білмейді. Сондықтан көбісі ойлайды, бұл қиын шаруа дейді. Ал бұлай қараса, мысалы бағандағы жігіттің әңгімесі 90 жылдар болса түсінуге болады. Ол кезде ғаламтор жоқ, интернет жоқ, байланыс жоқ. Қалай сенесіз? Сенамайсыз. Ал қазіргі уақытта ғаламтор деген бар, байланыс бар. Арада Қытай, дүнген, орыстардың қажет жоқ. Тікелей зауыттан өз қазақтар да барып алдыруға мүмкіндік бар. Ғаламтор арқылы зат сатуды ағылшындар тапты. Ал ары қарай қазіргі уақытта әлем бойынша онлайн сауда жұмыс жасап жатқан
оны жалғастырған қытайлықтар. Қазіргі уақытта әлем Қытаймен жұмыс жасап жатыр. Оның бәрі Қытайға барып, зауытқа барып, көзбен көз алып қайтып жатқан жоқ. Елдің бәрі де осындай интернетпен жұмыс жасалып жатыр. Ал болашақта да бұл сол бағытқа қарай дамиды. Ары қарай сіздерге бұның тиімді жақтарын айта кетейін. Бірінші, тиімді баға. Көптеген тауар түрлерін арзан бағада алып, үстіне 2-3 есе, одан да көп есе қосып сатуыңызға болады. Екінші, таңдау көп. Ең танымал деген ғаламтор дүкенін алып қарасаңыз, ішінен 100 миллионға жоқ тауарды таба аласыз. Сондықтан нарықта бәсеке жоқ. Егер де сіз талдаған тауарыңыз өтімді, сіз талдаған тауарыңыз сұранысқа ие болатын болса, әрине табысыңыз жылдам еселейді. Үшіншіден, әрқашан байланыста, ол жақта бәсеке жоғары, соған байланысты әрбір клиентті жоғары бағалайды. Оған мен сенімділікпен айта аламын. Себебі мен бұл сайттармен жұмыс жасағалы 7-8 жыл болды. Алдыңғы 2 жылдары өзіме киімдер, керекті жарақтарымды алдырып жүрдім. Соңында осы саланың маманы болып, қазір уақытта жұмыс жасап жатырмыз. Тапсырыс берушілер кішкенесі, яғни телефон, ноутбуктердің бір бөлшегінен тартып, яғни өндіріске керекті станоктерге дейін заказ беріліп жатыр. Қазір осындай мүмкіндіктер туындап отыр. Ғаламтор енді келді, енді халық пайдаланып жатыр. Ол бір бізге берген мүмкіндік. Интернетпен сауда жасау ендіден елімізге кіріп жатыр, ары қарай дамып жатыр. Болашақта да ары қарай дамитын болады. Сондықтан баршаларыңыз бірінші болып, алды болып, ары қарай осы мүмкіндіктерді пайдалансаңыздар, әрине сіздердің табыстарыңыз еселейтініне 100% кепілдімін. Сондықтан егер де саудамен айналысатын болсаңыздар, Қытайдың беріп тұрған мүмкіндіктерін 100% пайдаланған дұрыс. Ары қарай бағанта айтып кеткендей, енді практика жүзінде тауар айырмашылығын көрсететін болам. Жақсы, онда кеттік. Міне өздеріңізге айтып жүрген 1688.com сайтына кірдім. Және де екінші сайт Taobao сайты. Екеуін алдыңғы видеода мен таныстырып, түсіндіріп кеттім. Бұның қаншалықты маңызды екен, қандай рөл атқаратын түсіндіріп кеттім. Енді ары қарай сіздерге тауар айырмашылығын көрсетейін. Мысалға, осы Taobao сайтының ішінде мынандай күнделікті скидка болатын тауарлар бар. Миллиондаған интернет дүкендері бар. Ол жерде күніге скидка болады. Егер де сайтты жақсы білетін болсаңыз, айтқан 3-4 есе бағадан да төмен бағада алдыруға мүмкіндіктер бар. Жақсы, былай қарай көрейік қандай тауарлар. Мысалға, мен мына сайтқа кірдім. Бұл сайттың ішінде, яғни Taobao сайтының ішінде әр салаға бөлінеді. Киім-кешек, ерлер киімі, күнделікті тұтынатын бұйымдар әр салаға бөлінеді. Яғни мына саланы талдайын, бижутерия, және де сағат, әшкей, тағы бір бәле. Қарап отырсаңыздар, міне. Бағалары не 9-8 юан, қарап отырсаңыздар. Таза кожадан жасалған белдіктер скидка болып жатыр. Өз бағасы 199 юан екен. 9-8 юанға скидка жасалды. Не бәрі 5 теңгеге жетпейтін бағада. Және де қарап отырсаңыздар, мынандай әшкелер бар. Не бәрі 7-9 юан. Тасымалға көп кетпейді, өйткені салмағы жеңіл. Айта кетейін, барынша құны жоғары, салмағы төмен тауарлар алдыртсаңыздар, сізге маржа жақсы қалады. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, міне бағалары өте арзан. Қараңыздар, мынандай сағаттар небәрі 9-9 юан, 5 теңге ғана. Ары қарай міне қарап отырсаңыздар, әр бетке ауыспай қояйын, өте көп күнделікті тауарлар осындай скидка жасалып тұрады. Тағы да мен өзім талдаған бірнеше тауарларды көрейін. Ділиду деген, яғни Қытайдағы бренд, сапасы таза терден жасатын бренд, арнайы белдіктер шығарады. Бағасы 7-9 юан, негізі 69 юан болып сатылып атқан. Қазіргі скидкамен 7-9 юан болып атыр. Осы сияқты тауарлар өте көп. Қарап отырсаңыздар, 9-9 юан, 19-9 юан. Сапасы жақсы бренд тауарлар. Сенімді заказ беріп сатуларыңызға болады. Сіздерге көрсетіп атқаным таза сапалы, сенімді интернет дүкендерінен алып көрсетіп атырмын. Қарап отырсаңыздар, 19-9 юан, яғни 20 юан. Теңгемен шаққан кезде 1201 бәле теңге болады. Мынандай
яғни сумкалары жақсы өтеді. Өздеріңіз білесіздер, сауда жасайтындар білу керек. Әйел кісілер тұтынатын бұйымдар көбінесе көп өтеді. Қарап отырсаңыздар мынандай, бұл жерде фотолары, видеолар бәрі дайын. Тек қана алып реклама жасаңыздар болды. Материалы таза теріден жасалған, сондықтан сапасына ешқандай күмән келтірмесеңіздер болады. Яғни нарықтағы бағасы бұл кем дегенде 15 мыңнан жоғары болады, таза тері. Сенімді заводтар, қарап отырсаңыздар, сенімділігін бұл жерден қарауға болады. Және де сатылым болған, қаншама алған адамдар пікір жазылады, оның барлығы бар. Және де 1-2 жылдың алдында хит болған мына машина айдаған кезде тағатын әшкелер небәрі 20 юан. Бағасы бағантағымен ұқсас, 1201 бәле теңге. Және де доставкасы дым кетпейді, ары кетсе 100 теңге, 150 теңге қосылады. Және де бір тауар көрсетейін, қарап отырсаңыздар, мынандай чемодан. Жақында жазда күзге қарай, яғни жақсы өтетін тауарлардың бірі небәрі 59 юан. 60 юанға жуық, 4000 теңгеге жетпейтін бағада. Және де доставкасын қосасыз, ары кеткенде 5-6 мың болады. Ал нарықтағы бағасы 15-20 мың теңге. Оны айтпасанда білесіздер. Және де машине жаққыш. Өздеріңіздер білесіздер, Қазақстанда не көп, машине көп, машине запчалары жақсы өтеді. Сондықтан бұнымен айналыссаңыздар болады. Ол үшін тікелей осындайды алдырып, арғай таргетинг арқылы табыстарыңызды тауыңызға болады. Небәрі 55 юан, 55 юан дегеніміз 4000 теңге жетпейді, салмағы 1 килограммға тошпауы керек, ары кеткенде 5000 теңге болады. Өздеріңіз арғарай 2 есе қосасыз ба, 3 есе қосасыз ба, алып сатсаңыздар болады. Өйткені нарықтағы бағасы бұл кем дегенде 15-20 мың. Осындай тауарлар өте көп. Сіздер баға айырмашылығын тағы да бір практика жүзінде көрсеттім, түсінді деп ойлаймын. Жақсы практика жүзінде сіздерге тағы да көрсеттім, баға айырмашылығын түсінді деп ойлаймын. Және де бұның қандай тиімді екенін өздеріңізде көрдіңіздер, білдіңіздер. Тек қана ары қарай енді ізденіп, ары қарай жұмыс жасап кету керек. Егер де қандай да түсінбей қалған жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, көмек керек болса, серіктес болып жұмыс жасағыларыңыз келсе, әрине хабарласыңыздар, ақпарат алыңыздар, арға тек қана бизнестеріңізді бастап жұмыс жасап кетіңіздер. Қазіргі уақытта елімізде кіші және орта бизнестер өте аз, тапшыл. Әрине әр қазақ өз бизнестерін бастап, табысын еселеп, кәсіп ашатын болса, мен үшін де бір үлкен қуаныш. Сондықтан баршаларыңыз, егер де осы видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызға, ағайындарыңызға таратыңыздар, бөлісіңіздер. Қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, комментарияға және де жеке WhatsApp-ыма жазыңыздар. Тағы да кездескенше сау саламат болыңыздар.